Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі бұл видеода сіздер мәтінді түрлендіру тақырыбы бойынша толық ақпарат ала аласыздар. Мәтінді түрлендіру дегеніміз не? Мәтінді түрлендіру дегеніміз не деп отырған боларсыңдар, иә? Мәтінді түрлендіру әртүрлі әдістер мен функцияларды пайдалана отырып, мәтіндік ақпараттардың пішімін немесе құрылымын өзгертуді білдіреді. Яғни сендердің әрбір қимылдарың бұл бізде мәтіндік түрлендіру бағытталады. Сендердің қозғалыстарың, сендердің өзгертулерің, орын ауыстыруларың, олардың барлығы ақпарат ретінде кодтауға салған уақытта ол бізде мәтіндік түрлендіру болып табылады. Мысалы айта кететін болсақ, мәтінді үлкен немесе кіші әріптерге түрлендіру және де қосымша таңбаларды немесе бос орындарды алып тастау бізде мәтіндік түрлендіру болып табылады. Яғни оқушының сендердің қозғалған әрбір өзгертулерің ол мәтіндік түрлендіру. Тағы да мәтінді бөлек сөздерге немесе сөз тіркестеріне бөлу, мәтіннің бірнеше жолын бір жолға біріктіру ол бізде мәтіндік түрлендіру болып табылады. Мәтінді түрлендірудің өте көп жолдары бар, және де мәтіндік түрлендірудің ең көп таралған тақырыптарын айта кететін болса, ол бізде жолдармен жұмыс және жолдармен жұмыс арқылы пішімдеу жолдары арқылы тұрақты өрнектермен жұмыс істеу тақырыптары бірінен соң бірі шыға беретін болады. Мәтіндік файлдардың өңделуі тағы бір ең көп қолданылатын тақырыптарының бірі, және мәтінді шифрлау және хэштеу. Жолдармен жұмыстың нақты бір анықтамасы, кесу операциялары, жолдың біріктіруі, ішкі жолды ауыстыру, ішкі жолды іздеу және де басқа да операцияларға кіреді. Және де осы операцияларды орындау арқылы біз жолдармен жұмыс жасайтын боламыз. Pythonда қолданылатын символдар ASCII код кестесінде цифрлар мен әріптер және де басқа да белгілерден тұрады. Символдың осы кестедегі орны символдық код деп аталады. ASCII кодтың кестесінде 256 символ 0 мен 256 аралығында нөмірленеді. Және де осыған орай мысал келтіретін болсақ, ASCII кодтың кестесінде 56 номер А әріпіне сәйкес келсе, демек А әріпінің коды 65 деген секілді. Мысалға, ASCII кодтың өзінің кодтау кестесін барлық адам жаттыға білмейді, сондықтан оны тек көріп ғана есепті шығаруға мүмкіндік беріледі. Және де осы тақырып бойынша бір есепті түсіндіре кететін болсам, бұл жерде бізде берілген бір JK функциясы көмегімен бірден 0-ге дейінгі символдар К қадаммен таңдап алуға болады. S-Python S02 052 егер көрсетілген онда функция I түрінде жазылады дейді. Бізден яғни мына жерде ASCII код арқылы кодтап информатика сөзін шығаруымыз қажет. Бізде ASCII код арқылы көрсетілген енгізу шығарылуда, және де бізде максимум және де минимумды қолдану арқылы есепті шығарды делінген. Бізде берілген информатика сөзін кодтау арқылы шығаратын болғандықтан ең бірінші S пен информатика сөзін енгізіп, print арқылы S-ті шығарып, және де біздегі жазылған ASCII кодты жазылған код арқылы 2-7, 2-7-2, оның барлығын
біз санақ жүйесінде көрсетіліп тұрған информатикада и әріпін, мысалы и әріпі 4-те, ф әріпі 3-те, минус 3-те деген секілді қылып информатика сөзін ASCII код арқылы шығаруымыз керек, және де біз оны print арқылы толыққанды енгізіп шығамыз. Және де осы уақытта, соңында шыққан уақытта біз принтті максимум минимум арқылы S санын шығаруымыз қажет екенін көрсетіп, осы жерде максимум минимумды енгізетін боламыз. Мына жерде қарағандарыңыздай, көргендеріңіздей бізде файлды сақтағаннан кейін информатика сөзі ASCII код арқылы енгізіліп шығарылды. Осымен мәтінді түрлендіру тақырыбы бойынша түсіндірілді. Назарларыңызға рахмет.